Баршаңызға қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Сіздермен Айғаным Зылпиева. Менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпа, және достарыңмен бөлісе отыр. Енді оқушылар, бізде бүгін қарастыратын сабағымыз 8-ші сынып химия, 33-ші параграф. Элементтердің табиғи топтары және олардың қасиеттері деген тақырып, немесе табиғи ұяластары. Енді осы тақырыптың соңындағы есептер немесе тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Енді 33-ші параграф, 121-ші бет, 6-ші тапсырма, 8-ші сынып химия. Бізде 6-ші тапсырмада кесте берілген элемент пен оның табиғи ұяластары арасындағы сәйкестікті тап дейді. 10 элемент берілген, осыны бірге табайық. Натрий сілтілік металл, яғни оқушылар ең оңай жаттау жолы бірінші топ сілтілік металл деп аталады, екінші топ сілтілік жер металдар, жетінші топ галогендер, алтыншы топ халкогендер деп аталады. Осыны есте сақтап алсақ, осындай есептерді ажырату өте оңай болады. Біріншісі натрий сілтілік металл, бром галоген, неон инертті газ, литий сілтілік металл, фтор галоген, калий сілтілік металл, гелий инертті газ, хлор галоген, аргон инертті газ, цезий сілтілік металл. Енді жетінші тапсырма. Жетінші тапсырмада бізде қосылыстардың молекулалық формулаларын құрастырыңдар және олардың молекулалық массасын есептеңдер дейді. Бірінші бізде алюминий хлор, яғни алюминий хлориді, алюминий хлор 3 болады формуласы, молекулалық массасы, яғни атомдық массаларын қосып шығамыз, индекстері болса көбейтеміз. Алюминий атомдық массасы 27, хлордікі 35,5, оны 3-ке көбейтіп аламыз бірінші. Одан кейін 27-ге қосқанда 133,5 грамм бөлінген моль болады. Яғни салыстырмалы атомдық массаның өлшем бірлігі грамм бөлінген моль. Енді фтор сутек H фтор молекулалық массасы сутек 1, фтор 19 қосқанда 20 болады. Б. Калий бромиді. Калий бромиді бұл жерде калий 39, бром 80, 119 грамм бөлінген моль. Келесі натрий оксиді, натрий 2O, 23 натрийдің атомдық массасы, оны 2-ге көбейтіп 46, 16-ға қосқанда 62 грамм бөлінген моль. Келесі хлор сутек, H хлор деп аталады. Сутектің атомдық массасы 1, оған 35,5 қосамыз, хлордың атомдық массасы 35,5, нәтижесінде 36,5 грамм бөлінген моль болады. Келесі кальций иодиді, кальций иод 2, кальций бізде 40 атомдық массасы, иод 127, оны 2-ге көбейтіп аламыз индексіне, нәтижесінде 294 грамм бөлінген моль шығады. Осымен 7-ші тапсырмамыз аяқталды, балдар. Енді келесі 8-ші тапсырма. 8-ші тапсырмада бізде мына заттар арасында жүретін реакция теңдеуін құрастырыңыздар деген. Сіздерде А және Г-ға дейін тапсырмалар сөзбен берілген, соның формуласын құрастырамыз. Біріншісінде калий және су деген, калийға су қосамыз, нәтижесінде калий OH, нәтижесінде калий OH және H2 газ бөлінеді. Газ болғандықтан стрелканы жоғары қоямыз. Одан кейін бұл реакция типі, орынбасу реакция типі деп аталады. Келесі фтор және сутек дейді. Екеуін қосқанда қосылу реакциясы H фтор болады, реакцияны теңестіре саламыз. Және мына нәрсені ұмытпайық, галогендер, яғни 7-ші топтың элементтері астында екісімен бірге жазылады. Яғни фтор 2, иод 2, хлор 2, бром 2 деген сияқты. Келесі натрий және бром. Натрий металл болғандықтан ешқандай астына индекс болмайды, өзі күйінде жазылады. Натрий қосылған бром 2, натрий бромиді деп аталады. Бұл қосылу реакция типі. Реакцияны теңестіре саламыз. Келесі литий және тұз қышқылы деген. Литий хлориді және H2 газ бөлінеді. Не себепті литий хлор 2 немесе 3 қоймаймыз? Себебі бұл жерде литий бір валентті болып тұр, сондықтан литий хлордың өзі болады. Келесі Г, алюминий және иод. Жаңа айтқандай, иод, бром, фтор, хлор барлығы индекспен бірге жазылады. Яғни иод 2, фтор 2, хлор 2 деген сияқты. Алюминий, иод 3, реакцияны теңестіреміз. Реакцияны теңестіру барысында ең оңай жолы, яғни соңындағы элементке
қарастырамыз. Мысалы, оттек әрекет етсе, соңына қараймыз, иод па, соңына қарап реакцияны теңестіре аламыз оңай. Енді келесі бізде 9-шы тапсырма. 9-шы тапсырмада бізде сөзбен берілген, яғни өзгерістерді жүзеге асыр. Яғни айналымды жүзеге асыр немесе түр өзгерістерді жүзеге асыр деген есептер болады. Біздің 9-шы тапсырмада осындай сөзбен формулалар берілген, оны химиялық формуласын жазып, есептеп шығаратын боламыз. Натрий оксиді, натрий бромиді, әде хлорсутек, калий бромиді. Енді осы реакциядан айналымды қалай аламыз? Яғни бір заттан екінші затты алу керек. Натрийдан натрий оксидін алу керек. Натрий оксидіне натрий гидроксидін алу қажетпіз. Натрий 2O, натрий OH. Натрийға оттек қосып жандырғанда натрий оксид шығады, реакцияны теңестіріп аламыз. Екінші натрий оксидіне су қосқанда натрий гидроксиді түзіледі. Енді келесі хлор, H хлор, яғни хлорсутек және калий хлориді. Хлорға H2-ні қосқан кезде хлорсутек түзіледі, яғни бір заттан екінші зат алдық. Енді осы екінші заттан мына калий хлориді үшінші затымызды алу үшін H хлорға калийді қоссақ, калий хлориді және сутек газы бөлінеді екен. Енді келесі бірінші есепте бізге натрийдің массасы берілген және реакция теңдеуі бойынша осы хлормен әрекеттестіріп нәтижесінде шыққан затты тап деген. Біз ең алдымен реакцияның теңдеуін құрастырып аламыз, одан кейін теңестіреміз міндетті түрде. Не берілді? Жоғарғы жағына жазамыз. Табатын затымызды X деп белгілеп аламыз. Содан кейін граммен берілсе грамын табамыз, литрмен берілсе литрін табамыз. Мына жерде граммен берілген, сондықтан натрийдің біз молекулалық массасын тауып алдық. Яғни натрийдің атомдық массасы 23, оны 2-ге көбейткенде 46 болды. Астына жазып қоямыз. Одан кейін натрий хлоридінің массасын тап деген ғой бізге, сондықтан граммен есептейміз. Натрий 23, хлордікі 35,5. Мына алдындағы үлкен 2-ні көріп тұрған болсаңдар, 2-ге көбейтеміз, 117 грамм бөлінген мол болады. Астына жазамыз. Енді бізде 460-да X болып тұр, X грамм болып тұр, 46-да 460 граммда X болып тұр, 46-да 117 грамм бөлінген мол болып тұр. Енді X-ті табу үшін 460-ды 117-ге көбейтіп, 46-ға бөлеміз. Нәтижесінде 1170 грамм шығады. Есептің жауабы осы. Келесі екінші есепте бізге осындай термохимиялық теңдеу берілген. Бұл жерде жылуымен бірге берілген. Осы жерде хлорды газын анықтау қажет. Көлемін, яғни литрмен шығады. Көлемнің өлшем бірлігі литр. Енді реакция теңдеуі берілген. Не берілген соны жазып аламыз. Бізде кітаптың берілген бойынша 46 килоджоуль берілген және көлемін тап деген. Сондықтан 22,4 қалыпты жағдайда литрді есептеп аламыз. Литрді аламыз. Және X-імізде 46 килоджоуль болып тұр. 22,4 литрде 184 килоджоуль болып тұр. Енді мына X-ті табу үшін пропорция құрамын 22,4 литрді 46-ға көбейтіп 184-ге бөлеміз. Қысқартамыз және нәтижесінде 5,6 литр есептің жауабы шығады. 5,6 литр есептің жауабы шығады. Барлықтарыңызға түсінікті деген ойдамын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып, толық жазып кетсеңіздер, немесе сұрақтарыңызды қойсаңыздар, толық жауап беретін боламын. Рахмет баршаларыңызға.